Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу тақырыбындағы видео сабағымызды бастайын. Бізде бірінші жай бөлшектерді бөлу жайлы түсінік алайық, қалай бөлеміз деген тақырыпта. Мысалы айтайық, 7-ден 2 бөлінген 5-тен 4 дейін, екеуі де жай бөлшек. Бұлар жай бөлшекті бөлу барысында біз не істейміз? Бөлінгіш бөлшекті өз қалпында жазамын. Мына бөлу көбейтуге ауысады және 4-тен 5 болады. 4-тен 5. Енді, яғни анықтама бойынша айтатын болсақ, бөлінгіш бөлшек, яғни бөлініп тұр, 5-тен 4-ке бөлініп тұрған бөлшек өз жазылады. Бөлгіш бөлшек кері бөлшекке ауысып көбейтіледі екен. Яғни 7-тен 2-ке 4-тен 5-ті көбейтеміз. Яғни жай бөлшектерді бөлу, бөлгіш бөлшекті кері бөлшекті бөлу арқылы жай бөлшектерді көбейту ережесіне келеді екенбіз. 7-тен 2-ні 4-тен 5-ке көбейтсек, әрине қысқаратындарды көріп тұрмыз. Қысқарады, мұнда 2 қалады, қалғандары қысқармайды. Яғни 7 2 14, мұнда 1, 5 бірім 5. 14-тен 5 деген бөлшек шықты. Бұл жай бөлшектерді бөлу бойынша. Енді бізде аралас сандарды бөлу. Мысалы айтайық, қандай аралас сандары? 3/2-ден 1 бөлінген, айтайық, 6-дан 1 дейік. Бұлар қалай бөлінеді? Екеуі де аралас сан. Яғни біз жай бөлшектерді көбейту мен бөлуде есімізде ұсайық. Оларды бөлгіші де, бөлінгіші де жай бөлшек түрінде жазған бізге тиімді. Яғни біз жай бөлшектерді және көбейте аламыз, бөле аламыз. Сонда біз мына аралас сандарды жай бөлшекке айналдыруымыз керек. Яғни 3/2-ден 1 бөлшекке айналдырылғанда бұрыс бөлшек болады. 2-ден 7 бөлінген қанша? 2/6-дан 1-іміз 6-дан 13 деген бөлшек. Бұл не істейді? Яғни біз жай бөлшектерді бөлуге келдік. Бұдан арғырай не істейміз? Бөлінгіш бөлшекті қалтырамыз, көбейтеміз, бөлгіш бөлшекті кері бөлшекке ауыстырамыз. 13-тен 6. Енді қысқаратындар болса, қысқартамыз. 2 мен 6 қысқаратында 3 қалады. Сонда не жазамыз? 13-тен 21. 13-тен 21 дегеніміз есептің жауабы бұрыс бөлшек және қысқармаған күйінде қалмайды. Қысқарту керек болса қысқартамыз, тағы да қайталап айтам. Және бұрыс бөлшек шықса, оны аралас сан түрінде жазып қалдырамыз. Есептің жауабын тапқанда. 21-ді 13-ке бөлсек 1/13-тен 7 деген аралас сан шығады жауап. Бұл аралас сандарды бөлу. Енді келесі бізде қандай жағдай болуы мүмкін? Натурал сан болуы мүмкін. Натурал сан болған жағдайда не істейміз? Мысалы, айталық, 15 бөлінген, айталық, 5-тен 3 дейік. Мынау натурал сан, мынау бөлшек, бұнда не істеймін? Мен айттым, жай бөлшектерді көбейту бөлуде біз бөлгішті де, бөлінгішті де бөлшекке айналдырбаған бізге тиімді болады. Сондықтан 15-ті біз бөлімінде 1 бар деп біз қарастырамыз. 1-ден 15. Сонда 1-ден 15 көбейтілген 3-тен 5. Қысқарады. Мұнда 1, мұнда 5 қалады. 5, 5-ім қанша? 25-ке тең екен. Келесі тағы қандай жағдай болуы мүмкін? Керісінше жағдай болуы мүмкін, Мысалы айтайық. 8-ден 3 бөлінген, айтайын,
қанша дейік? 12 дейін, иә? 8-ден 3 бөлінген 12. Бұнда не істеймін? 8-ден 3 өзі тұра береді. 12-нің мұнда бөлімінде 1 бар деп қарастырсақ, бұл көбейту 12-ден 1 болады, иә? Бөлгіш бөлшекті кері бөлшекке ауыстырады екенбіз. Сонда қысқаратындар мұнда бізде 4, 8 4-ін бізде 32, алымында 1. 32-ден 1. Келесі есепке қарайық. Келесі мысал үшін осы сияқты бұрыс бөлшек жаңа аралассан болса, натуралсанмен аралассанды. Біз айттық, не істейміз? Барлығын біз бөлшек түрінде жазбасақ бізге тиімді. Бөлгішті де, бөлінгішті де бөлшек түрінде жазып барып, одан кейін бөлуді орындаймыз, иә? Ендеше ары қарай есептер шығаруға кірісейік. Бөлуді орындаңдар дейді. Иә. Так, бұнда қарастырайын. Жұп нөмірлі есептерде. Екінші есеп. 8-ден 3 бөлінген 2-ден 1. 8-ден 3-ті 2-ден 1-ге қалай бөлеміз, иә? Бұл бөлшектерді бөлу. Бөлінгіш бөлшектің өзін жазам. Көбейтем кері бөлшегін, яғни бөлгіштің кері бөлшегін. 2-мен қысқарады, 4 мұнда 1 қалады. 4 бірім 4, 3 бірім 3, яғни 4-тен 3. Төртінші есеп. 12-ден 1 бөлінген 6-дан 1. Бұл не болады? 12-ден 1 көбейтілген 1-ден 6. Я? 12 мен 6 қысқаратында 1 қалатында 2 қалады. Сонымен жауап 2-ден 1. 6-шы есеп. 7-ден 2 көбейтілген. Мұнда бөлін қайт көшіріп жазбай қойын, я? 1-ден 7-ден 2 көбейтілген 3-ден 7 болсады. Сонда бізде 7 мен 7 қысқарады, тең 3-ден 2. Келесі 8-ші есеп. 4-ден 3 бөлу не болады? Көбейту 5-ден 8. 4 пен 8 1, мұнда 2 қалады. 3-2 6, яғни 5-ден 6. Бұл есеп бұрыс бөлшек күйінде қалмайды. 6-ны 5-ке бөлсек 1 бүтін 5-ден 1. Келесі есепке кетті. Қалған осыған қарап шығарасыздар. 608-ші есеп бөлуді орындау. Бұнда да жұп нөмірлі есептерін көрсетейін. Екінші есеп 6 бөлінген 11-ден 1. Мұнда 6 натурал сан, 6-ны ол біз бөлшекке айналдырсақ, ол 1-ден 6, иә? Көбейту болып ауысады. 1-ден 11. Бұл тең 66. 1 бірім 1, 6 10 бірім 66. 1-ден 66 деген бұл 66 деген сөз. Келесі 4-ші есеп. 5 бөлінген 7-ден 5. Тең бұл 5 көбейтілген 5-ден 7. Мұнан бөлімінде 1 бар, бөлшек ретінде қарастырамыз. 5 пен 5 қысқарады, тең 7 ғана қалады. Алтыншы есеп. Аралас санды натурал санға бөлу. Аралас санды натурал санға бөлу. 1,9-дан 7 бөлінген 8 дейді. 1,9-дан 7 аралас санды бұрыш бөлшекке айналдырамыз. 9-дан 16. Көбейту. Мұнда 8-дің бөлімінде 1 бар деп қарастырсақ, бұл 8-ден 1 болып өтеді. Сонда 16 мен 8 қысқаратында 2, мұнда 1 қалады, мұнда керісінше 2 қалады. Сонда бізде 1 бірім 1, 9 бірім 9. Мұнда 2 екен, ол кешіріңіздер. 9-дан 2 қалады. 8-ші есеп. 5,4-ден 1 бөлінген 7. 5 4 бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 4-ден 21. Мұнда 7-нің бөлімінде 1 бар десек, көбейтілген 7-ден 1.
21 мен 7 қысқаратында 1, мұнда 3 қалады, яғни бізде есептің жауабы 4-тен 3. Қалғаны сіздерге. Аралас сандардың бөлінісін есептеңдер дейді. Мұнда барлық аралас сандар, сондықтан барлығын шығарып барлығын бір 2-3-ін көрсетейін. Қалғанын соған қарап өздеріңіз шығарыңыздар, Екінші есеп 1,8-ден 7 бөлінген 4,6-дан 1 тең 1,8-ім 8 алымын қосам, сонда 8-ден 15, бұны бірден бірінші бөлшектерге айналдырып алайық, бөлінген 4,6-дан 1 дегенім 6-дан 25. Енді бұларды не істейміз? Бөлуді орындай аламыз енді. Бұлар жай бөлшек күйінде. 8-ден 15 көбейтілген 25-ден 6. 25-ден 6. Енді 8 бен 6 екеуі де 2-ге қысқаратын көріп отырмыз. 4, мұнда 3 қалады. 15 бен 25 қысқарады. Мұнда екеуі де 5-ге қысқарса, мұнда 5 қалады, мұнда 3 қалады. Сонымен жауабын жазатын болсақ, 4 5-ім 20, 3 3-ім 9. 20-дан 9 деген бөлшек шықты есептің жауабы. Төртінші есеп 6,3-тен 2. Мұнан бірден бұрыс бөлшекке айналдырып жаза берейін. 6,3-тен 2 ол 3-тен қанша болады? 6 3 18, қосам 2-ні, сонда 3-тен 20. Бөлінген 2,9-дан 7-ні, ол бөлімі 9, 2 9 18, 7-ні қосам 25. Енді бұларды не істеймін? Көбейтуге айналдырып есептей аламын. 3-тен 20 көбейтілген 25-тен 9. 20 мен 25 екеуі де 5-ге қысқарса, мұнда 5 қалады, мұнда 4 қалады. 3 пен 9 мұнда 3 қысқарады, 1, мұнда 3 қалады. Сонда 4 3-ім 12 бөлімінде 5 қалады. Бұл бұрыс бөлшек. Бұны не істеймін? 12-ні 5-ге бөлсем 2,5-тен 2 қалды, қалымына жазылады. Келесі 6-шы есеп аралас сандар. Бұларды бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Сонда 3-тен 16 бөлінген 3,9-дан 5 ол 9-дан 32. Бұдан тең болады 3-тен 16 көбейтілген 32-ден 9. Бұнда 3 пен 9 қысқарса, мұнда 1 қалады, мұнда 3 қалады. 32 мен 16 мұнда 2 қалады, мұнда 1 қалады. Сонда 2 бірім 2, 3 бірім 3. 2-ден 3 дегеніміз қанша болады? 3-ті 2-ге бөлсек 1,2-ден 1. 8-інші есеп 6,5-тен 2 бөлінген 1,9-дан 7. 6,5-тен 2 дегеніміз 5-тен 32 бөлінген 1,9-дан 7 дегеніміз 9-дан 16. Тең болады қанша? 5-тен 32 көбейту болсады, бөлгішке кері бөлшек 16-дан 9. 16 мен 32 қысқаратында 1 қалатында 2 қалады. Арғарай қысқармайды. 9 бірім 9, 5 2-ім 10. Яғни 10-нан 9. Кешіріңіздер. 10-нан 9 емес. Мұнда керісінше 1 қалады да, мұнда 2 қалады. 9 2-ім 18 бөлімінде 5 бірім 5. 5-тен 18. 18-ді 5-ке бөлсем қанша? 3,5-тен алымында 3. 3,5-тен 3. Қалған есепті осыған қарап шығарыңыздар. Келесі есепке кеттім. Амалдарды орындаңдар дейді. Мұнда естеріңізде болса, бірінші не жақшаның ішіндегі амал орындалады. Енді көрсетейік.
Мында бірінші мен екінші есеп ұқсас, онда мен екіншісін көрсетейін. 3 пен 4 ұқсас, 3-ті көрсетейін. Байқасаңыздар. Мында қосу бәрінде бар. 3 сіздерге қалсын, 4-ті көрсетейін. Келесі 5 стакс. Мында бөлу 5 пен 6. Мында 6 мына есептерге ұқсас, онда мен 5-ті көрсетейін. Сонда 2, 4, 5 есептерді көрсетейін. 11-ден 8 қосылған 22-ден 3 бөлінген 11-ден 5 тең деп қояйық. Мұнда бізде жақшаның ішіндегі амал бірінші орында алатын білесіздер. Онда осы екі есептің өзін екі қадамнан, мұнда бірінші амал, мынау екінші амал. Мұнда бірінші амалға кірсек, 11-ден 8 қосылған 22-ден 3 дегенімізді қалай есептеп аламыз? Бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. Мұнда жай бөлшектерді қосу, естеріңізде болса, мұнда ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім 22, ортақ бөлім 11 мен 22 өзара бір-біріне бөлінеді, сондықтан 22-ні алдым. 22-ні 11-ге бөлсем 2, 22-ні өзіне бөлсем 1. Сонда 2 8-ім 16 қосылған 3. 22-ден 19. Келесі екінші амал, жақшаның ішінен шыққанды не істейміз? 22-ден 19-ды бөлеміз 11-ден 5-ге. Бұл бөлшектерді бөлу не істейміз? 22-ден 19 көбейту 5-ден 11 болады. 22 мен 11 қысқаратында 2 қалады, мұнда 1 қалады. 19 мен 5 қысқармайды, сонымен 2 5-ім 10, 19 1-ім 19. Бұл бұрыс бөлшек күйінде қалмайды жауап. 19-ды 10-ға бөлсек 1 бүтін 10-нан 9. Жаққа 1 бүтін 10-нан 9 дейік. Келесі үшінші есептерге. Үшінші есеп көк түспен жазайын. 1 бүтін 12-ден 7 бөлінген 8-ден 3 қосылған 12-ден 5 тең қанша? Бірінші амал жақшаның іші, екінші амал бөлу амалын орындаймыз. Бірінші 8-ден 3-ге 12-ден 5-ті қоссам қанша болады? 8 бен 12-ге ортақ бөлім 24-тен, 24-ті 8-ге бөлсек 3, 24-ті 12-ге бөлсек 2. 3 3-ім 9 қосылған 2 5-ім 10. Бұдан неше? 24-тен 19 шығады екен. Ары қарай не істейміз? 1 бүтін 12-ден 7-ні, бірден мұнда екінші амал. 1 бүтін 12-ден 7-ні бұрыс бөлшек түрінде жазылайын. 12-ден 19 бөлінген дейді. 24-тен 19 тең болады. 12-ден 19-ның өзін жазамын. Көбейтілген 24-тен 19-ға кері бөлшек 19-дан 24. Сонда 19 мен 19 қысқарады 1 қалады. 12 мен 24 қысқарадында 1 қалады, мынада 2 қалады. Сонымен алымында бөлімінде 1, алымында 2. Ол көп оқушылар осылай қалтырып қояды. Бұл 2 1-ге бөлінеді, тең 2 деп жазуымыз керек. Сонда жауап 2. Келесі есеп 5-ші есеп. 14-тен 3 қосылған 7-ден 5 бөлінген 3 бүтін 7-ден 5 тең қалай табамыз? Бірінші жақшаның іші, екінші бөлу амалы. Бірінші қосуды орындайық. 14-тен 3 қосылған 7-ден 5 ортақ бөлім 14. 14-ті 14-ге бөлсек мұнда 1, 14-ті 7-ге бөлсек 2, 3 1-ім 3 қосылған 5 2-ім 10. 14-тен 13. Ендеше екінші амал 14-тен 13-ті бөлемін 3 бүтін 7-ден 5-ке.
3,7-тен 5-ті бірден бұрыс бөлшекке айналдырып жазайын, 7-ден 26. Бұл неге тең? 14-тен 13 көбейтілген 26-дан 7. 13 пен 26 қысқаратында 2 қалады, мұнда 1 қалады. 14 пен 7 қысқаратында 2 қалады, мұнда 1 қалады. Сонымен 1 бірім 1, 2 екім 4, 4-тен 1 деген жауап шықты. Қалған есепті осыларға қарап өздеріңіз шығарыңыздар. Теңдеуді шешіңдер дейді. Қалай есептейміз? Бұнда екінші, төртінші, алтыншы есептерді көрсетейін, қалғаны сіздерге болсын. Екінші есеп 15-тен 4 y тең 5-тен 2 дейді. Мұнда көбейту амалы бар, яғни көбейткіш белгісіз болған жағдайда көбейтіндіні белгілі көбейткішке бөлеміз. Сонда y-ті табу үшін істейміз, көбейтіндінің мәнін бөлеміз белгілі көбейткішке. 15-тен 4-ке бөлеміз. Бұдан y тең 5-тен 2 көбейтілген 4-тен 15. 4 пен 2 қысқаратында 2 қалады, мұнада 1 қалады. 5 пен 15 қысқаратында 1, мұнада 3 қалады. Сонда бізде 2-ден 3. Бұл 1,2-ден 1. Төртінші есеп. 8-ден 7 y тең 14. Не істейміз? Y тең 14-ті бөлеміз 8-ден 7-ге. Бұдан y тең 14-тің бөлімінде 1 бар. 1-ден 14 көбейтілген 7-ден 8. 14 пен 7 қысқарады 1, мұнда 2 қалады. Тең 1-ден 16. Оқушылар осылай бөлімінде 1 болса 1-ден 16 деп жаза беріңіздер. Осылай үйреніңіздер. 16. Алтыншы есеп 10-нан 9 y тең 4,2-ден 1. Бұдан y тең 4,2-ден 1 бөлінген 10-нан 9. Бұл y тең 4,2-ден 1-іміз 2-ден 9. Мұнаны кер бөлшек көбейтілген 9-дан 10. 9 бен 9 қысқарады, 2 мен 10 қысқарадында 5 қана қалады. Сонда жауап негізі 1-ден 5 деп жазбай, 1-ден 5 деп жазсақ. Бөлімінде 1-ді жазбай қоюға болады. Келесі есепке кеттік. Қораптағы шай 4-тен 1 килограмм. Неше қорап шай 1 килограмм болады. Яғни, бұнда теңдеу құруға болады. 4-тен 1-ге нені қорап санын көбейтсек, сонда бізде барлығы біреусі 4-тен 1 килограмм болсын, нешеуі жабылып 1 килограмм болады. Сонда мұнда x тең 1-ді не істеймін? 4-тен 1-ге бөлемін. Бұл 1 көбейтілген 1-ден 4. Яғни бұл жауабы 4 деген сөз. Бөлімде 1 бар. Бұл 1 ештеңе шешпейді. Сонда 1-ге көбейтсек те, бөлсек те сол санның өзі шығады, сонда 4 шығады. Келесі екінші есеп. Екінші, пойыз 1 сағатта 2 қала ара қашықтығының 3-тен 1 бөлігін жүрді. Пойыз бірінші қаладан екінші қалаға неше сағатта барады? 1 сағатта 3-тен 1 бөлігін жүрсе, 2 сағатта 3-тен 2 бөлігін, енді оны қалай табамыз? 1 сағатты не істейміз? 3-тен 1-ге бөлеміз. Онда 1 көбейтілген 1-ден 3. Бұл жауабы 3 сағат деген сөз. Келесі есепке кеттік. 1 орам өрік 4-тен 3 килограмм. 6 килограмм өрік неше орам дейді? 6 килограмм өрік неше орам? Яғни біз не істейміз?
барлығын табу үшін, қанша дана екен табу үшін 6 килограммды 4-тен 3 килограммға бөлсек, бізде олардың саны шығады. 6-ны 4-тен 3-ке бөлсек қанша? 6-ны 4-тен 3-ке бөлсек, бұл 6 дегеніміз 1-ден 6 көбейтілген 3-тен 4 болып ауысады. Мұнда 3 пен 6 қысқарады, мұнда 2, мұнада 1 қалады. Жауабы 4. Келесі екінші есеп. Дыбыстың ауадағы таралу жылдамдығы 10-нан 3 км секунд. Дыбыс 3 км қашықтыққа неше секундта барады? Мұнда байқасаңыздар, жылдамдық берілген V тең 10-нан 3 км секунд. Дыбыс 3 км қашықтыққа, яғни қашықтық берілген 3 км. Бізге тап дейді, неше секундта, яғни T-ны табу керек. Ал біз жалпы формула қашықтық S тең V көбейтілген T. Енді бұл жерден уақыт белгісі болса, T тең S бөлінген V еді. Онда S-іміз біздің 3-ке тең. Бөлшек сызығы бөлуді білдіреді. S-іміз 3-ке тең болса, не істейміз? Так, бұлайынан бірден бұлай жазайық. Мынау бөлшек сызығы бөлу амалын білдірсе, S бөлінген V. Сонда S қашықтығымыз 3-ке тең. 3-ті бөлемін 10-нан 3-ке. Сонда 3 көбейтілген 3-тен 10. 3 пен 3 қысқарады. Тең неше қалады? 10 секунд. 10 секундта барады екен, 3 км қашықтыққа. Келесі есептерге кеттік. Доңғалақтың жиегінің ұзындығы 2,5-тен 2 метр. Доңғалақ 108 метр қашықтыққа доңғалағанда неше рет айналады, Неше рет айналым жасайды 108 метрге бару үшін? Оны табу үшін не істейміз? Барған қашықтықты бір айналымға бөлеміз. Сол кезде қанша рет айналғанын таба аламыз, Бірінші есеп 108-ті бөлеміз 2,5-тен 2-ге. Тең 108 көбейтілген 2,5-тен 2-ні не істейміз? Әзірге бөлу қылып жаза тұрайық. Мынаның бөлім 1 бар. 2,5-тен 2 дегеніміз. Мынау дұрыс емес жазылуы. Бөлімінде 1 бар. Бөлінген 2,5-тен 2-міз қанша болады? 5-тен 12. Бұл тең болады қанша? Бірден 108 көбейтілген 12-ден 5. Сонда 12 мен 108 қысқарады. Мұнда 1 қалады, мұнда 9 қалады. 9 5-іміз 45. Бөліміне 1-ді жазып қажеті жоқ, Есеп бітті. 45 рет айналады екен. Екінші есеп. Трамвай 3-тен 2 сағатта 10,6-тан 1 км қашықтыққа барады. Трамвайдың жылдамдығын табыңдар. Яғни бұл жерде T берілген 3-тен 2 сағат. Қашықтық берілген S 10,6-дан 1 км. Ал біз жылдамдық табу үшін істейміз? Қашықтықты уақытқа бөлеміз. S бөлінген T. Сонда біздің S-іміз 10,6-дан 1-ге тең. Бөлінген 3-тен 2. 3-тен 2-ге бөлем. Сонда 10,6-дан 1 дегеніміз қанша болады? 6-дан 61 болады. 3-тен 2-ні 1-ден көбейту қылып жазсам, 2-ден 3, Енді есептейтін болсақ, қанша жылдамдығын табу үшін істейміз? Мұнда қысқаратындар бар. 6 мен 3 қысқарса, мұнда 2 қалады, мұнада 1 қалады. Сонымен тең 2-ден 61. 61-ді 2-ге бөлсек, 30,2-ден 1 жылдамдықтың өлшем бірлігі бізде километр және сағат. Километр сағат. Келесі есепке кеттік. Туристер белгіленген пунктке 2 күнде барды. Бірінші күн және екінші күн.
олар бірінші күні екінші күнге қарағанда барлық жолдың 7-тен 3-ін артық жүрді. Яғни бізде мына бірінші күн екінші күннен артық. Бірақ олар қандай бөлік екенін білмейміз. Онда не істейміз? Мұнда x мында қанша болады? X қосылған 7-ден 3. Бұлар қандай бөлігін жүрді? Ал бізде бұл барлық бөлігіміз қанша? 1. Яғни мыналарды қосқан кезде 1 шығу керек. Сонда x қосылған мына 2 күнді не істейміз? Қосамыз. Сонда x қосылған 7-ден 3 қосылған x тең 1. Бұнда x пен x-ті қоса аламыз. 2x 7-тен 3-ті не істейміз? Белгілі қосылғышты қосындының мәнінен азайтып тастаймыз. 1-ден азайтамын 7-ден 3-ті. Сонда бізде 2x тең 1-ден 7-тен 3-ті қалай алушы едік? Естеріңізде болса 1-ді не істеймін? Бөлшектеймін, мына бөліммен 1-де қалдырып. Сонда 7-ден 7 болады мына бір бүтініміз. Азайтылған 7-ден 3. Бөлімі 7, алымы 7-ден 3-ті алсақ, 2x тең біздің 7-ден 4. Бұнда көбейткіш белгісіз енді. Белгісіз көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәнін 7-ден 4-ті бөлемін белгілі көбейткішке 2-ге. Сонда 7-ден 4 көбейтілген, мынан бөлімді 1 бар болса, ол көбейтілген не болады? 2-ден 1 болады. Бұнда 4 пен 2 қысқарады. Мұнда 2 қалады, мұнда 1 қалады. Сонымен 7 бірім 7, 2 бірім 2. 7-ден 2 деген жауап шықты. Бұл 7-ден 2 дегеніміз x-тің мәні. Сонда бұл екінші күні 7-ден 2 бөлігін жүрді. Екінші күні мынаны табамыз. 7-ден 2-ге 7-ден 3-ті қоссақ, x-тің мәні 7-ден 2 қосылған, мына 7-ден 3 артық қой бірінші күннен. Сонда бұл 7-ден 5 бөлігін жүрді. Екінші күні 7-ден 2-сін жүрді, бірінші күні 7-ден 5 бөлігін жүрді. Келесі есепке кеттік. Келесі есеп амалдарды орындаңдар дейді. Мынандай жағдайда не істейміз? Бірінші есеп 8-ден 3 көбейтілген 5-ден 4 дейді. Бөлінген 10-нан 9-ды не істеп алам? 1-ден көбейтуге айналдырып жазайық, Мұнда тең деп мұнан жалғасын, мұнда жазып отырмын деп есептеңіздер. Көбейтілген 10-нан 9-ды не істеп жазам? 9-дан 10 қып жазып алам. Енді қысқаратындар болса, 1-ден не істеймін? Қысқартамыз. 4 пен 8 қысқаратында 2 қалады, мына жерде 1 қалады, Мұнда 5 пен 10 қысқарады, мұнда 1 қалса, мұнда 2 қалады. Мына 2 мен 2 тағыда не істейді? Қысқарады, 1, 1. 9 пен 3 қысқарады, мұнда керісінше 3 қалады, мына жерде 1 қалады. Сонда бізде жалпы есептің жауабы қаншаға тең болды? Алымдарында бірлерді көбейтсек 1, бөлімінде 3. 3-тен 1 ғана қалды. Екінші есеп 7-ден 6 бөлінген 5-ден 3 көбейтілген 1,5-ден 2-ні 1-ден не түрінде жазайын? Аралас санды бұрыс бөлшек түрінде жазсам 5-ден 7, тең болады. Мұнда не істеймін? Мына бөлуді біз көбейтінді түрінде жазуымыз керек. Онда 7-ден 6 не істеймін ары қарай? Мына бөлуден кейін тұрған 2 бөлшекті де аударамыз, яғни кері бөлшекке айналдырамыз. 7-ден 6 көбейтілген 3-ден 5 көбейтілген 7-ден 5. Осыны есте ұстаймыз. Бөлуден кейінгі бөлшектің 2-3 бөлшекті қатар орындаған кезде бөлуден кейінгі бөлшектердің барлығын істейміз? Кері бөлшекке ауыстырып жазамыз. Ол қайдан шықты? Яғни мұнда біз бірінші көбейтуді орындамасақ, мұнда көбейту бірінші орындалып кетеді. Сонымен ары қарай есептейтін болсақ, 3 пен
3 пен қанша? 3 пен 6 қысқаратында 1 қалады, мынада 2 қалады. Сонымен тең болады 49-дан 25 деген есептің жауабы шығады. Келесі есепке кеттік. Келесі үшінші есепті қарастырайық. Мында берілген бірден араласса мен берілсе бірден бұрыс бөлшекке айналдырып жаза берейін. 2,11-ден 2 дегеніміз 11-ден 24. Көбейтілген 1,8-ден 3-іміз қанша болады? 8-ден 11 болады. Бөлінген 4-ден 3-ті 1-ден көбейтуге ауыстырып жазатын болсам, көбейтілген 3-ден 4 болады. Сонда қысқаратындарын қысқартып тастасақ, 11 мен 11 қысқарады. 1-ден 1 қалады екеуінде де. 8 бен 24 қысқарады, мында 1 қалса, мында қанша қалады? 3 қалады. Бұл 3 пен мына 3-те қысқарады, мында 1 қалады. Сонымен жауабы тең 4 деген жауап шығады. Қызылмен жазайын. Мында жауабы 4 қалады. Төртінші есеп. 23-тен 11 көбейтілген 3,7-ден 2-міз қанша болады? 7-ден 23 болады екен. Бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 7-ден 23 болады. Бөлінген 5,2-ден 1 дейді. Бөлінген 5,2-ден 1-міз қанша болады? 2-ден мынауымыз қанша болады? 2-ден 11 болады. Бұны бөлу 2-ден 11 дегенде не істейміз? Көбейту қолдырып жазамыз. 11-ден 2. Енді ары қарай қысқаратындарын қысқартып тастайық. 11 мен 11 қысқарады 1. Мына жерде 2 қалады. 23 пен 23 қысқарады 1 қалады. Мында да 1 қалады. Ары қарай не шығады жауапқа? Ары қарай қысқармайды. 2 бірім 2, оны 2-ке көбейтем, алымында 4 шығады. Бөлімінде 1 жетім 7, 7 бірім 7. Сонымен 7-ден 4 деген жауап шықты. Бесінші есеп. Жақшамен берген екен, жақшамен, мында бірінші бөлуді орында дейді, одан кейін көбейді. Бұнда бірден орындай берсек болады. Жақшаны алып тастап, жақшасыз 5-тен 3 көбейтілген 2,3-тен 2-ні бұрыс бөлшек түрінде жазатын болсам, 3-тен 8 бөлінген 3,5-тен 1-ім 5-тен 16 тең болады қанша? 5-тен 3 көбейтілген 8-ден 3 бұл 3-тен 8 болып тұра береді. 3-тен 8 мына бөлу көбейтуге ауысады. 16-тан 5 болады енді. Енді қысқаратындарын қысқартсақ, 3 пен 3 қысқарады, 1 қалады, 1 қалады. 5 пен 5 қысқарады, мұнда 1 қалады. 8 пен 16 қысқарады, мұнда 2 қалады, мұнда 1 қалады. Сонымен есептің жауабын есептесек, 2-ден 1. Келесі 6-шы есеп. 1,8-ден 1 дегеніміз қанша болады? 8-ден 9 көбейтілген 9,3-ден 1 дегеніміз қанша? 3-ден 28 болады екен, бөлінген 1,4-ден 3 дегеніміз 4-ден 7 болады. Бұл тең болады 8-ден 9 көбейтілген 3-ден 28 көбейтілген 7-ден 4 болып ауысады. Сонда бізде не істейміз ары қарай? Қысқарту орында боламыз. 28 бен 7 қысқаратында 1 қалады, мұнда 4 қалады. Бұл 4-ті мына 8 бен қысқартсақ, мұнда 2 қалады, мұнда 1 қалады екен. Бұл 2 тағы қысқарады 1, мұнда 2 қалады. Мұнда 3 пен 9 қысқарады, мұнда 3 қалады, мұнда 1 қалады. Сонымен есептің жауабы қанша қалады?
бөлімінде ылғи 1, онда бөліміне 1-ді жазбай қойым. Алымынан не шығады? 6 шығады. Сонда 6. Келесі есептерге кеттік. Келесі амалдарды орындаңдар дейді. Естеріңізде болса, екеуін көрсетейін, қалғаны сіздерге қалсын, иә. Бірінші бұндай есептерден істеймін. 2 мен 4-ті көрсетейін, иә. Екінші және 4-ші есеп. Азайту, бәрі азайту, иә. Бірінші жақшаның іші, екінші мында, үшінші бөлу амалы орындалады, иә. Сонымен бұларды рет-ретмен орындасақ, екінші есептің біріншісі, иә. Екінші есептің бірінші амалы 1-ден азайтамын 9-дан 4-ті. Бұл 1 бүтінді не істеймін? Бөлшек деймін. Ол 9-дан 9 болады. Азайтылған 9-дан 4. Бұл қанша болады? 9-дан 5. Осы есептің екінші амалын орындаймын. 3-тен 1 азайтылған 4-тен 1. Ортақ бөлім 12. 12-ні 3-ке бөлсем 4. Мұнда 4-ке бөлсем 3. 4-тен 3-ті азайтамыз. Қанша болады? 12-ден 1 болады. Енді бұларды не істейміз? Бөлуді орындаймыз. 9-дан 5 бөлінген 12-ден 1. Тең болады қанша? 9-дан 5 көбейтілген 1-ден 12. 9 бен 12-ні қысқартсақ, екеуі де 3-ке қысқарады. Мұнда 3 қалады, мұнда 4 қалады. Сонымен бөлімінде 3, алымында 3-тен 20. Бұл есеп бұрыс бөлшек күйінде қалмайды жауап. 20-ны 3-ке бөлсек, 6 бүтін 3-тен 2. Бұл мұнда 6 бүтін 3-тен 2 деген жауап. Төртінші есептің жақшаның ішіндегілер бірінші орындаймыз. Бірінші амал, екінші амал, үшінші амал. Бірінші 7-тен 5-тен 3-тен 2-ні азайтсақ, бірінші деп қойық. 7-тен 5-тен азайтамын 3-тен 2-ні. 7 үшін ортақ бөлім 21. 21-ді 7-ге бөлсек, мұнда 3, мұнда 7. 3 5-ім 15, азайтылған 7 2-ім 14. Бұл нешеге тең? 21-ден 1-ге тең. Келесі екінші амал 9-дан 4 азайтылған 12-ден 5. Ортақ бөлім бізде 36. 36-ны 9-ға бөлсек, мұнда 4. 36-ны 12-ге бөлсек, 3. 16-тан 15-ті азайтсақ, бізде қанша шығады? 36-дан 1. Енді не істеймін? 21-ден 1-ді, үшінші амал. 21-ден 1-ді бөлемін 36-дан 1-ге. Сонда бізде не шығады? 21-ден 1 көбейтілген 1-ден 36. 21 мен 36 екеуі де қысқарады 3-ке, мұнда 7 қалады, мұнда 12 қалады. Бұнда 7-ден 12, бұл бұрыс бөлшек. 12-ні 7-ге бөлсек, 1 бүтін 7-ден қалдық 5. Бұнда 1 бүтін 7-ден 5. Қалған осы сияқты өздеріңіз шығарыңыздар. Теңдеуді шешіңдер дейді. Мұнда қарасаңыздар, барлық есепте бірінші жақшаның ішіндегін орындап аламыз. Одан кейін бізде x көбейтіліп тұр, онда белгісіз көбейткішті табу үшін жақшаның ішінен шыққанды, жақшаның ішінен шыққан мәнге мына көбейтіндіні бөлеміз. Сонда бірінші есепті қарастырайық. Бірінші жақшаның ішін азайтып алайық. 1 бүтін азайтылған 10-нан 7 тең. Бұнда 1 бүтін дегеніміз 10-нан 10 деген сөз. Неге 10-нан 10 деп алдым? Яғни мұнаның бөлімі 10 болып тұр, сондықтан 10-нан 10 деп аламыз. Азайтылған 10-нан 7 тең бізде 10-нан 3 болады. 10-нан 3 көбейтілген x тең 2 бүтін 4-тен 1. Онда біз x-ті табу үшін істейміз дедік.
2/4'te bölemiz mına 10'dan 3'ke. 10'dan 3'ke bölemiz. 2/4 degenimiz burus bölчекке айналдырсақ, араласанда 4'ten 9 бөлінген 10'dan 3 дегенді көбейтілген 3'ten 10 қылып ауыстырамыз. Мұнда 9 бен 3 қысқаратында 1, мұнда 3 қалады. 4 бен мұнда 2 қалады, мұнда 5 қалады. Сонда бізде 2'ден 15 деген бұрыс бөлшек шығады. Бұны не істейміз? Араласанға айналдырамыз. 15'те 2'ге бөлсек 7/2'ден қалдығымыз 1. 7/2'ден 1. Келесі есеп. Үшінші есепті қарастырайын. Қалғаны сіздерге болсын, я? Үшінші есеп. 3/8'ден 1'ге 1/4'тен 3'ті қосып алайық. 3/8'ден 1 қосылған 1/4'тен 3 тең болады қанша? 3'ке 1'ді қоссам 4 ортақ бөлім 8, мұнда 1'ден толықтауыш көбейткіш, мұнда жерге 2'ден. Сонда 1'ге қосамын, 6'ны 7 болады. 4/8'ден 7. Енді x'ті табу үшін не істейміз дедік? 2/6'дан 1'ді бөлемін 4/8'ден 7'ге. Сонда тең болады 2/6'дан 1 дегеніміз бұрыс бөлшек түрінде 6'дан 13 көбейтілген ауысайық. 4/8'ден 7 дегеніміз 8'ден 39. 8'ден 39 көбейтуге ауысқан кезде керісінше 8 үстіне шығады, 39 бөліміне түседі. Сонда 13 пен 39 қысқарсамында 3, мына жерге 1 қалады. 6 мен 8 екеуі де 2-ге қысқарсамында 3, мұнда 4. Сонда 3 3-ім 9, алымы 4 1-ім 4. 9'дан 4 деген жауап шықты. Төртінші есеп. 2/12'ден 1'ден азайтайық. 1/6'дан 5'ті. Мынандай аралас санды азайту барысында естеріңізге ұстаңыздар. Не істейміз? Бірінші көбейтіп тексеріп аламыз. Мынаның бөлшектерін салыстырып. Яғни оны қалай салыстырушы едік? Бөлшектерін бұлай көбейткен кезде үлкен болса, мына бөлшек үлкен, бұлай көбейткен кезде үлкен болса, мына жақ бөлшек үлкен болады. Көрейік, 1'ді 6'ға көбейтсем 6, 12 5'ім 60. Онда мына бөлшек көп. Ондай жағдайда не істеуші едік? Мына 2/1'нің 1/ін бөлшек дейміз. Бөлімі мына бөлшекпен 1'дей қылдыр. Сонда 12'ден 12, ол мына 1 қосылады, сонымен 1/12'ден 13 болды. Азайтылған 1/6'дан 5. Тең болады. 1'ден 1'ді алсақ, бүтін бөлік жойылады. 12 мен 6'ға ортақ бөлім 12. Мына жерге толықтауыш көбейткіш 1'ден. Мына жерге 2'ден 13'тен 10'ды алсақ, тең бізде қанша? 12'ден 3. Бұл қысқарады. Екеуі де 3'ке, сонда бізде 4'тен 1 қалады. Енді бұл 4'тен 1'ден істейміз. 4'тен 3'ті 4'тен 1'ге бөлеміз. X тең 4'тен 3 бөлінген 4'тен 1. Бұл дегеніміз неге деген сөз? 4'тен 3 көбейтілген 1'ден 4. 4 пен 4 қысқарады. Мұнда 1. Бөлімінде 1 қалып тұрса, жазудың қажеті жоқ. Алымына не шығады? Соны жазамыз, 3-ке тең. Келесі, осымен бұл есептен сіздерге қалды. Екінші есеп қалды. Қалған осы есепті өзіңіз осыларға қарап шығарыңыз. Келесі есепке кеттік.